Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі оңай жасалатын 4 зат қана қажет болатын оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептіме жасап көріңіздер, өте дәмді шығатынына сенімдімін. Ең алдымен бізге ананас керек. Ананасын туралған дайын қалпында алсаңыздар болады. Мен осындай домалақ қалпын алып, оны өз қаламымша турап алдым. Үлкен көбік қап турадым. Бұл ортасына да қосқанға және бетін әсемдегенге де келеді. Ал сіздер ұсақ көбіктап турасаңыздар да болады. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Өз қалауларыңызға сай турай бересіздер. Қажетті заттардың мөлшері видеоның описание бөлімінде жазылған. Сол жерден көре аласыздар. Каналымызға қолдау көрсетіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бізде ысталған тауық еті. Қажет емес сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Одан кейін бұны көбіктап, ұсақтап турап шығатын боламыз. Міндетті түрде ысталған тауық еті болмаса да, асылған тауық етінде қоссаңыздар өте дәмді шығады. Оны турамай, асылған тауық етін бірден қолмен жұлып, яғни ұзыншақ қылып алып сала берсеңіздер болады. Ал мынаны біз кішкене қаттырақ ысталған болғандықтан көбіктап турап шықтық. Заттардың мөлшері бір жерден салатын салаттың мөлшеріне арнап жазылған. Егерде 2-3 жерден салатын болсаңыздар, соған сәйкес заттардың да мөлшерін 2-3 есе көбейтесіздер. Осылайша біз тарелкамызға ең бірінші ысталған тауық етін салып, жаймалап, жақсылап қойып аламыз. Оның үстіне майонезбен салып жағып шығамыз. Мен осындай пакетикке салып алып, жаққан ыңғайлы, ешқандай қасықты қолданбаймын. Сіздер де өз қалауларыңызға сай осылай майонезді жағып шықсаңыздар болады. Екінші туралған ананасты үстіне салып шығатын боламыз. Бұл жерде жаңа айтқанымдай көбіктап ұсақтап турасаңыздар да болады, немесе осындай ұзыншақ үлкендеу қылып турап та салсаңыздар болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Өз қалауларыңызға сай турап сала бересіздер. Бұл салаттың дәмін осы ананас әдемі келтіріп тұрады. Сондықтан ананас көбірек болса өте дәмді шығады. Ананасты салып болдық, бетіне ешқандай майонез жақпаймыз. Келесі сырды осылай теркіден өткіземіз. Теркінің үлкендігі немесе ұсақ болуы ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен осындай ұзыншақ теркіден өткізіп, сырды жаймалап шықтым. Енді осы сырдың бетіне тағы да майонез жағып шығамыз. Келесі бетіне асылған 2 жұмыртқаны алып, оны да күштен өткізіп, бүкіл жеріне жұмыртқаны жаймалап шығатын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді бетін әрлеу үшін менде ананас қалғандықтан осылай бетіне қойып әрлеп шықтым. Мінекей достар, осындай әдемілікпен салатымыз дайын болды. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, әрі дәмі жеңіл салат. Қонақ келген кезде осы салатта жасасаңыздар өте дәмді шығады, әрі тез жасалатын салаттың түрі. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Егер де осы салатта жасап көрген болсаңыздар, комментарий бөліміне ойларыңызды жазыңыздар. Жаңа шыққан рецептерлерді жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар.